Сәлем барлықтарыңызға. Бүгінгі тақырыбымыз сізде алдағы уақытта 10 күн ішінде қандай жақсы оқиғалар болады, соны көретін боламыз. Өзіңізді ойлаңыз. Бүгін расклад сізге арналады. Ұлдарға да, қыздарға да. Алдағы 10 күнде қандай жақсы оқиғалар болады, нендей оқиғалар болғалы тұр, соны көретін боламыз. Қыздар, жігіттер, мені қолдап, лайк басып, жақсы комментарий жазып жатқандарыңызға сіздерге рахмет. Егер де жеке білгілеріңіз келсе, жеке WhatsApp номеріме шықсаңыздар болады. Таро картасын үйренулеріңізге де болады, скидкамен үйрететін боламын. Осы уақытқа дейін мені қолдап, каналыма жазылып, лайк басып отырғандарыңызға өте үлкен рахмет. Және де мен екінші каналым ашылды. Ол жерде екінші каналда жұлдыз жорамалдарды ашқанмын. Енді бүгін сол каналымда осы 21-нен 30-на дейінгі, айдың аяғына дейінгі жұлдыз жорамал көрсетілетін болады, салатын боламын видеоларын барлық жұлдыз белгісіне. Енді бүгінгі тақырыбымыз алдағы 10 күнде сізде қандай оқиғалар болады. Бірінші, сіз қазіргі сәтте қандай состояниедесіз? Чтобы расклад сіздікі ме, сіздікі емес біліп алу үшін сіз қазір қандай состояниедесіз, қандай қазір халдесіз, соны көріп алайық. Жұбыңыз екеуіңіз бір-бірлеріңізге теріс қарап тұрсыздар деп көрсетіліп тұр. Көріп тұрғандарыңыздай король мынақа қарап тұр, королева басқа жаққа қарап тұр. Араларыңызға, қарым-қатынастағы адамдарыңызбен араларыңызға бір әйел адамның түсуі көрсетіліп тұр бұл жерде. Немесе араларыңыздан бір қарамышық жүгіріп өткен болуы мүмкін. Не только әйел адамға ғана байланысты емес бұл жерде. Яғни қарамысықтың өтуі араларыңыздан, ренжісу деген сияқты нәрселер болуы мүмкін. Көбінесе әйел адам бұл жерде көңіліне алып қалып отыр ренжігенін. Өміріңізде қазір не болып жатыр? Жұмыс мәселеңіз тоқтап тұрған болуы мүмкін. Қазіргі состояниелеріңізді айтайын, чтобы расклад сіздікі ме, сіздікі емес біліп алу үшін да, түсінікті болды ма, қыздар, жігіттер? Жұмысыңызда қазір тоқтап тұрған болуы мүмкін, немесе алдағы уақытқа бір жұмысты жоспарлап жатқан болуыңыз мүмкін, армандап, жоспарлап деген сияқты. Одан кейін өзіңіздің жұмысыңызды көрсетіп жатқан болуыңыз мүмкін, проектлеріңізді деген сияқты. Жаңа жұмыс іздеу үстінде болуыңыз мүмкін қазіргі сәтте. Яғни жұмыс мәселесіне байланысты әйтеуір ізденіс, қозғалыс, жұмысыңыз тоқтап тұрса да бір ізденіс бар деп көрсетіліп тұр бұл жерде. Қазіргі состояниеңіз қалай? Қазір өзіңізді бір жақсы сезіне алмай тұрсыз, как будто бір өміріңіз өзгеріп кеткен секілді. Өткен сәттерде көңілді, жақсы өмір сүріп жүрген болсаңыз, қазіргі сәтте уже ештеңе қызық емес болып қалуы мүмкін. Күніңіз әйтеуір өтіп жатырған секілді болып сезінуіңіз мүмкін. Яғни бұл жерде күніңіз бір дамып жатқан жоқ, бір мақсат жоқ алда деген сияқты, әйтеуір күн өтіп жатыр деген сияқты, сондай состояниеде болуыңыз мүмкін. Немесе сіз қазір бір удачаны көрмей тұрсыз. Немесе жаңағыдай қаржы жағынан қиындықтар болып тұрған болуы мүмкін. Қиындық қаржы жағынан, отбасы құра алмау, қыздар, жігіттер. Немесе отбасылы болсаңыздар, жұбыңызбен жақсы қарым-қатынаста бола алмау, қарым-қатынастарыңыздың қиын болуы. Жігітіңіз болса да жаңағыдай қарым-қатынастарыңыз қиын. Жүретін қызыңыз болса да, яғни әйтеуір бір кедергілер бар болып тұр. Бұл қыздарға да, жігіттерге де арналады. Қазіргі состояниелеріңізді кішкене көре кеттік, чтобы расклад сіздікі ме, сіздікі емес пе біліп алу үшін, қыздар, жігіттер. Енді көретін боламыз алдағы уақытта сізді қандай жақсы жаңалықтар күтіп тұр. Тек қана мен қазір жақсы жаңалық деп ойлап отырмын, ашамын деп. Егер де бір қиын жағдай немесе өміріңізге зиян келетін нәрселер болса да айта кетемін, чтобы алдын алу үшін да. Бірақ сонда да позитивке бұрайық. Қандай жақсы жаңалықтар болады 10 күн ішінде? Қандай жақсы жаңалықтар болады?
бұл жерде өміріңізде керек емес нәрселердің өміріңізден кетуі, яғни көріп тұрғаныңыздай сыпырғының суреті бұл жерде бір шетінен. Кейбіреулеріңіз өздеріңізді қолға алуларыңыз мүмкін, бір нәрсемен айналысу, тылсым дүниемен айналысу, немесе өзіңіздің интуицияңызды дамыту деген сияқты нәрсемен айналысуларыңыз мүмкін. Және өміріңізде керек емес нәрселерден құтылу, қарыздарыңыздан құтылуыңыз мүмкін. Бәрінен 100% құтылмасаңыз да әйтеуір жеңілдеу бұл жерде. Керек емес адамдардан құтылу, сізге пайда әкелмейтін нәрседен кету, шығу көрсетіліп тұр бұл жерде. Айтып отырмын ғой, бұл жерде смерть деген карта түскенімен, бұл жерде смерть деген міндетті түрде жаман мағынаны білдіретін карта емес, әсіресе бұл Памела картасымен бірге түскен кезде. Яғни керек емес, сізге вообще жаңағыдай пайда әкелмейтін, мертвый, ештеңе дамымайтын, тұрақталып қалған бір пайдасын әкелмейтін нәрседен құтылу, яғни содан құтылу деген сияқты нәрсе көрсетіліп тұр бұл жерде. Қандай жақсы жаңалық болғалы тұр. Бұл жерде кімде егерде жаңағыдай ер адамдарда жаңағыдай түрмеде отырған ер адамдарыңыз болса, немесе жаңағыдай тек қана түрмеде емес, больницада, ауруханада жатқан ер адамдар болса, содан шығу, өзін жаңағыдай жақсы сезіну, әсіресе ер адамдарда. Және де қыздарға түсіп тұрғаны, осы уақытқа дейін қарым-қатынастарыңыз тоқтап тұрған, хабарға шықпай тұрған ер адам сізге хабарға шығуы мүмкін. Ал егер де ер адамдар көріп отыратын болса, онда бұл ер адамдарда көбінесе бостандық, отношениеден шығу да көрсетіліп тұр ер адамдар үшін. Жаңағыдай өткен прошлый ауыр нәрседен құтылу, жаңағыдай заң мәселесі жағынан да құтылу. Бұл жерде көбінесе айтып отырмын ғой, қыздар, жігіттер, бұл жерде түсіп тұрған карта жаман нәрседен, тұрақты нәрседен, пайда әкелмейтін, жаңағыдай жүректі ауыртатын, ешқандай әрекетке апармайтын нәрселерден құтылу көрсетіліп тұр бұл жерде. Император картасы түсіп тұр. Қыздарға да, бұл жерде ер адамдарға да көре аламыз. Яғни император өзінің жандағы басына тронын киіп жатыр. Яғни өзінің бағасын білу, керек емес хламдардың барлығынан құтылу деген сияқты көрсетіліп тұр. Ал жаңағыдай кейбір адамдар бұл жерде үйдегі керек емес заттардан құтылу, яғни керек емес киімдеріңізді, заттарыңызды тастау, немесе біреуге беру деген сияқты. Яғни жеңілдеу картасы түсіп тұр. Басып тұрған ауырлықтан жеңілдеу де көрсетіліп тұр бұл жерде. Әсіресе отбасылар көріп отыратын болса, отбасылық өмірдің де жақсаруы, бойдақтар болатын болса, жаңағыдай отбасы болатындай адамның кезігуі, немесе жаңағыдай ғашықтық сезім, эмоция қатты ойнайды осы 10 күн ішінде, қыздар, жігіттер. Одан кейін 10 күн ішінде болатын жақсы жаңалық, бір міндетіңізден құтылу. Жаңағыдай кейбіреулердің жасы үлкен болатын болса, жаңағыдай ұлын үйлендіру, қызын тұрмысқа беру, яғни мойнындағы бір міндетінен құтылу көрсетіліп тұр. Одан кейін екінші жағынан бұл жерде жасы кіші, жалпы бойдақтар басқалар көріп отыратын болса, онда 10 күн ішінде болатын жақсы жаңалық, яғни осы уақытқа дейінгі жаңағыдай қиналғандарыңыз, қиын өмір сүргендеріңіз, сізге жамандық тілеген адамдардың барлығы жаңағыдай бумеранг алатын болады өздеріне. Яғни сізге жамандық тілеген адам сол жамандығы өзіне барады. Осы 10 күн ішінде сіздерде бұл жерде жалпы көрсетіп тұрғаны, осы карталардың барлығын ашқанда, қыздар, жігіттер, яғни
жамандықтан құтылу, керек емес нәрседен арылу, кейбіреулеріңізде магиядан да арылу болуы мүмкін, тазарту жасатуларыңыз мүмкін осы 10 күн ішінде деген сияқты. Әйтеуір бір нәрседен құтылу көрсетіліп тұр. Жақсы жағына қарай бұл жерде. Керек емес нәрседен құтылу көрсетіліп тұр. Қыздар, егерде ұнаса, осылай болғанын қаласаңыздар, 10 күн ішінде лайк басып, комментарияға плюс жазып кетіңіздер, өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетіңіздер. Менің екінші каналыма тіркеліңіздер. Екінші каналыма тіркелсеңіздер, Тарот 55 деп поискқа ютубқа жазсаңыздар шығады. Эмблемасын білесіздер, алдыңғы видеоларында көрсеңіз болады. Magical деген канал. Соған подписка жасайтын болсаңыздар, видеоларға лайк басатын болсаңыздар, онда WhatsApp номеріме шығып, менен бір сұрақтарыңызды тегін жауап ала аласыздар. Таро картасын үйренгілеріңіз келсе, үйренулеріңізге де болады. Жеке аштырам десеңіздер, жеке де аштырыңыздар. Дәл осы 10 күн ішінде қолайлы сәт қазір убивающий луна тазарту жасауға өте қолайлы уақыт екендігі де айта кетейін сіздерге. Тазарту жасату, жүгіңізді өзіңізге қайтару, соның барлығын жасатқыларыңыз келсе, WhatsApp номеріме шығыңыздар. Сау болыңыздар.